10 сәуірден бастап кез келген тұрғын заңсыз сақталған қару-жарақтарын ақшалай сыйақыға айырбастай алады. Қаруды өз еркімен тапсырғандар азаматтық және қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Дәстүрлі республикалық акция халықты заң нормаларын ерікті түрде сақтауға ынталандыруды көздейді. Өткізілген қаруға азаматтық және қызметтік қарулар айналымын бақылауға басқармасының қызметкерлері сараптама жасайды. Арнайы құрылған комиссия оның техникалық жағдайын анықтап, сол негізде ақшалай сыйақының мөлшері анықталады. Қарудың түрі мен жағдайына байланысты сыйақы мөлшері 20 мыңнан 120 мың теңгеге дейін. Акцияда кез келген заңсыз сақталған ату құралдары мен оқтарда қабылданады. Қала тұрғындарының Бауыржан Момышұлы көшесіндегі 17-ші үйде орналасқан ішкі істер басқармасында 103-ші кабинетке немесе 56-89-20 нөміріне хабарласуларына болады. Акция жыл соңына дейін жалғасады. В чем преимущество данной акции? Бұл акцияның ерекшелігі қару-жарағын ішкі істер органдарына тапсырған адам қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Оның үстіне халықты ынталандыру мақсатында қаржылай сыйақы төленеді. Заңға бағынатын тұрғындарымыз көп. Оны ресми мәліметтер дәлелдеп отыр. Былтыр 72 қару тапсырылды. Нәтижесінде біз 1 миллион 512 мың теңге шамасында қаржы төледік.